Мен Құмарханұлы Бақытнұр 1983 жылы туылғанмын. Менің арыз берудегі себебім біздің Қытайдан Санжы қаласы Мөргу ауылы Тұржан қыстағынан көшіп келгенде сол жақта қалған жердің 1470 мың жердің ақшасын осы уақытқа дейін алып жатқанымыз жоқ. Менің әкем Кітапбайұлы Құмархан сол жақта 30 жылдай еңбек жұмысын істеген. Осы арыз берудегі себебім осы жерді 1999 жылы 50 жылға берілген жер болатын. Осы жердің ақшасын құзырлы орындардың бізге беруін талап етемін. Не беру? Осы жердің жерге беріліп жатқан төлем ақшаны өзімізге беруін талап етемін. Hello, this gentleman's full name is Baqtnur Құмарханұлы. Was born October 17, 1983. He is a citizen of Kazakhstan now. This gentleman said they has a grassland 1470 mu in Tujan settlement of Murgu village, Sanja city in Xinjiang, China. This grassland was given to them in 1999 for 50 years ownership. The Chinese government, he said, promised to give a compensation for this grassland in every year. But till now, they didn't get single penny. Now he asks from the Chinese government to pay the money which they promised for this for his grassland.